Қыздар, біз бүгін запеканка жасаймыз. Мұнда сүтке жібітілген сухари, 4 жұмыртқа, енді бұрышын қосамыз, мінекей. Бұрыш, кішкене тұз и манная крупа кішкене қосамыз. Араластырамыз. Араластырдық. Енді біз қазір ең астына мұнда біз форманы дайындап қойдық, мұны май жағып ішіне. Форманы. Енді осы формаға біз астына төсейтін мұна картофельный пюрені аламыз. Картофельный пюрені осылай төсейміз астына. Картофельный пюрені төсейміз. Жақсылап. Осылай жайып, жазып шығамыз. Жақсылап. Неке қыздар қазір. Қазір мұны осылай. Астында болу керек. И осының ішіне біз қазір неміз саламыз. Типа начинкамызды. Корочка болып астында пысады, күшті болып. Ал анау ішінде болады. Қазір мінекей тегістейміз. Мені осылай тегістеп алдық. Мінекей. Так. Мінекей. Енді біз осының ішіне мұна сухаримізді езілген, сүтке езілген, 4 жұмыртқаға араласқан, кішкене мани бар ішінде, манная крупа. И осыны біз осылай тегістеп саламыз. Ішіне мінекей осылай тегістейміз. Осылай тегістейміз. Енді бұның үстіне біз қазір нас тауық етінен сосискиді бетіп жайып шығамыз жақсылап. Бәр жеріне қойып бетіп. Мінекей осылай төсеп шығамыз. Мінекей төседік. Енді осыны жақсылап сырмен жауып шығамыз. Мен бірінші істеп жатырмын, қыздар. Өзім әлі білмеймін қалай болып шығатынын. Бірақ сіздермен бірге жасағанды жөн көрдім. Осылай бірге жасайық, көрейік, эксперимент жасайық. Осылай неше түрлі пісіріп, ойдан шығарып. Менің каналыма подписка жасап қойыңыздар. Осылай көріп отырыңыздар. Мен осылай неше түрлі бірге пісірейік, көрейік, эксперимент жасайық. Подписка жасап, лайк басып қойыңыздар. Мінекей, қазір оны духовкаға салам. Мінекей қыздар, запеканкамыз дайын болды. Міне пісіп шықты. Ас болсын. Міне қыздар, запеканкамыз пісті. Мінекей осылай салып жібереміз. Ас болсын. Менімен бірге осылай жасап, эксперимент жасай берейік. Подписка жасап, лайк басып қойыңыздар.